терезе. Арман және Мақсат бір туысқан болады. Және олар айнадан таза ауа жұтып тұрған. Және де олар қызықты әңгіме, қорқынышты әңгіме айтып отырды. Және де бұл бір түрлі терезе көріп қалды. Оның түсі күлгін болатын. Оны кімнен сұрауды жөн көрді. Арман, ананы көрдің бе, күлгін терезені? Иә, көрдім. Ол жақтарда бір қорқынышты адам болады. Маған оны әжем айтып берген. Өте қорқынышты. Күлгін үйлерде күлгін терезе болады. Өтірік соқпашы, ондайлар жоқ. Шын айтам, ол дейтін бар, ол дейтін сен өлтіріп кетеді, ол дейтін жаман олар. Ол дейтін қорқынышты. Қой, жүре үйге кіреміз. Отырайық. Ана мен дүрбімен қарасам ғой екен. Қарап көрейік. Кеттік ал. Не бар екен? Ойбай. Ана не? Ойбай. Кеттім мен, Мақсат қайтам мен оны дейтін. Кеттім. Және де ол балконнан қашып кетіп қалды. Үйіне қарай қашып кетті. Ол оның есіне түсе берді. Және де келесі күні. Содан кейін Арман Мақсаттың үйіне қарай бара жатады. Әрине, ана көрген айтып беру үшін. Және де Мақсат өте қатты қорқынышты түрмен, қорқытырған түрмен ашады. Және де, не болды, сен болдың ба? Дейді Арман. Және де, менің ата-анамда сондай күлгін терезе бар. Ол өте қатты қорқып кетеді. Және де, жүр, мен саған бәрін түсіндіремін. Дейді де, оны алып кетіп қалады. Содан соң олар күлгін лампа терезе есікті көрсетеді. Міне, осы жерден қорқынышты ол күлгін терезе бар. Осы жерден қорқынышты, ата-анам өте қорқынышты болып кеткен. Кеттік, ары қарай жүрек. Және де олар жүре бастайды. Өлмесіне алып келеді оны, Арманды. Және де, жүр, сен бар, мен кроватыма тығыл, тез. Анам көріп қойса сені мен бірге өлтіріп тастауы мүмкін. Тезірек тығылуың керексің сен. Сол кезден бастап Арман өте қатты шошып, кроваттың астына тығылуға барады. Ол ата-анасы өте қорқынышты болып кеткен болатын. Тіпті түрі адамға ұқсамайтын. Және де оны есігін біреу тоқтатады. Мақсат! Есікті аш, тез! Біз саған әкең екеуміз подарка дайындадық. Тезірек мен диваныма ұстатық. Қайда диваның? Міне, тыныш отырайық енді. Балам. Я, не болды? Біз саған әкең екеуміз бір подарка дайындадық. Ол өте күшті. Тіпті ол әдемі десе де болады. Көргің келе ме? Әкесі, лампаны жағып жібересіз бе? Кеттік, қазір көрейік. Және де олар Арман қатты қорқып отырады. Өйткені оның астына қарап қалуы мүмкін. Әп-сәтте. Және де светті жағады. Бұл қандай тағды? Бұл саған деген подаркамыз. Ұнады ма? Ұнады, анашым.